Омар радиаллаху анху жеткен хадис. Ол айтады, бір күні біз алла елшісімен саллаллаху алейхи вассалам бірге отырған едік дейді. Сол кезде бірге бір аппақ киінген бір кісі кіріп келді. Аппақ киінген, шаштары қап-қара жаңағы, өзі де сондай сұлу дейді. Бірақ денесінен, үстінен мынау сапардың әсері көрінбейді. Және де арамыздан ешкім оны танымайды. Не бір қарасаң, сапардан келді десең, сапардың әсері көрінбейді. Тұрғылықты адам дейтін болсаң, ешкім біздің арамыздан оны ешкім танымайды дейді. Кім деп барлығымыз ойладық дейді. Бірақ ол кісі келді де пайғамбардың алдына келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ат-тахиятты тізерлеп отырған еді, дәл соның алдына келіп тізерлеп отырды дейді. Сөйтіп өзінің алақандарын өзінің тізесіне қойып тұрып, я Мұхаммад, ислам жайлы айтып берші деді. Ислам жайлы айтып берші деді. Осы хадиске орай ғұламаларымыздың көбісі осы әдепті алға тартады. Қараңдаршы дейді, мынау Жибрил алейхиссаламның өзі келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бүкіл сахабалардың арасында не үйретіп тұр? Әдепті үйретіп тұр. Осы оқиғадан кейін негізі Жибрил алейхиссалам келіп, пайғамбарымыздан ислам жайлы сұрайды, иман жайлы сұрайды, ихсан жайлы сұрайды. Сөйтіп соңында қияметтің белгілері жайында сұрайды. Осы оқиға біткеннен кейін бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Омардың жанынан өтіп барады, дейді, ей Омар, кешегі келген адамды танисың ба дейді. Ол айтады, я Расулалла, танымаймын дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дейді, ол негізі Жибрил еді, сендерге діндеріңді үйрету үшін келді дейді. Бұл жерде тек қана әлгі сөздермен ғана емес, ол өзінің жүріс тұрысымен үйретті. Аппақ киінген, ол тап-таза киінген, өзінің несіне қарауы, адамдардың арасында қоғамда жүргенде таза жүру, және киімде үлгісінде дұрыс болу, және пайғамбардың алдына келгенде әдеппен келіп, әдеппен отырып, білімді алып, білімді үйретіп, әдеппен кету. Осының барлығын жүріс тұрысымен де, сөздермен де соның бәрін үйретіп